Вышел на улицу, далаға шықтым. Азанда көмірдің қарасам жылтырап тұр ғой. Түнде жаңбыр жауған ғой. И ол не қылды? Ну, на вес он, я не чувствую его вес. Короче, легкий какой-то он. Может, смесь какой-то идет. Но вот здесь еще, ох-охо, вот. Ехе. Как думаете, что это может быть? Пишите, пожалуйста, комментарий. Вот здесь раз. Кусок большой его здесь. О, міне Асқаров, ассалаумағалейкум. Сол алтын ба жоқ па білмеймін дейді. Осын тексеру керек болып тұр ғой маған. Енді біздер көмір жағамыз, анда-санда шығып тұрады. Былай кішкентай шыққандарын көргем. Қайбір жыл, өткен жылы ма деймін. Бірақ бұндай көлемде бірінші мәрте шығып жатыр. Мынау Елтай Мамай сұрап жатыр екен, алтын бар ма дейді. Алтын бар ма? Білмеймін ғой, сол алтын ба не ма, көмірдің ішінен шығып жатыр ғой. Не болуы мүмкін бұл? Енді сәл-сәл жинап жатыр, міне біраз әжептерін жинап қойдым мына жерде. Әжептерін. Енді соны біз не істеу керекпіз? Барлығын жинап, қағазға орап, бір жерге апару керекпіз ғой, базарға ма, бір алтын сататындарға ма, бір өзінің химикаттары болатын шығар. Соны тексеріп көргеші. Мүмкіндік болып тұр да бізде. Ювелирге апарып көрейін бе? Так, магнитті қаяқтан табам мен деймін. Так, күшіктер ойнап жатыр. Так, магнит. Достар, магнит бар ма? Ләқ бардап болып жатыр, магнит емес. Так, бұл жерде магнит жоқ. Пештің арқа жағында. О, міне, Сардаржан. Ассалаумағалейкум, Сардаржан. Мінекей. Магнит. Мен темір пештің астына не қойғам, қара жабысатын. Кеттік, алтын ба, алтын емес па тексереміз, ә? Қан достар, тағы бір 5 лайк болсын, сосын магнитті қойып тексеремін. Міне бізде магнит бар. Қазір бізде 3 лайк болып тұр, сон тағы 2 лайкқа жеткізіп жіберіңіздер, осыны магнитті осылай жақындатып көрем. Енді жабыса ма, жабыспай ма, сол кезде көреміз да, жарай ма? Енді пока мына жаққа қойып қояйын. Магнит тұр, мына не бар? Давайте 5 лайкқа жеткізіп жіберейік. Өдем, магнитті осылай жақындатып көреміз. Эфирден алыстамаңыздар, қызық болайын деп тұр. 5, болды, все. Өдемде тұрамын, қараңыздар, мына магнит. Жабысып атқан жоқ? Жоқ. Шынды айтам. Магнит жабысып атқан жоқ. Міне магнит бізде жабыспайды, ешқандай да реакция жоқ. Бізде мысалға 206 адам отыр эфирде, бірақ только 7 лайк болды. Тағы бір 3 лайк болсын. Друзья, давайте ставьте 10 лайков, и я скажу, как, если даже вот это не золото, я как превращаю его в золото, я скажу. Эфир қызықты өтті деп ойлаймын. Осы бірге болғандарыңызға алғысым шексіз. Көңіл күйлеріңіз үнемі көтеріңкі болсын, тек алға, жақсы сәттілік болсын сендерге. Сау болыңыздар, аман болыңыздар. Рахмет баршаға.